Не себепті Инстаграмды меңгеріп, дәл қазір жұмысты бастап кету керек? Бүгінгі видео осы туралы болмақ. Біз алдыңғы видеолардың барлығында Инстаграм өте маңызды, қазір өмірімізде үлкен рөл алып жатыр, белгілі бір ауқымды уақытымызда Инстаграмға көп кетіріп жатырмыз деп айттық. Дегенмен, енді Инстаграм тұрғысынан да қарайық. Инстаграмда қазір қолданушылардың саны күннен күнге артқан сайын, ол да өзінің алгоритмін күннен күнге сайын өзгертіп және қиындатуда. Яғни бұрында блогер болып, оқырмандардың санын көп жинап алып, лайкты жинау ол қатты қиын болмаған. Бірақ қазір нарық өте көп болғандықтан Инстаграм айтады: егер сіз Инстаграм, яғни мен қолдану арқылы ақша тапқыңыз келсе, табысты болғыңыз келсе, немесе өзіңіздің маман немесе білікті екеніңізді дәлелдегіңіз келсе, онда жұмыс жасаңыз дейді. Яғни күнделікті пост шығарыңыз, күнделікті сторис шығарыңыз деген секілді талаптары бар. Сол себепті қазіргі таңда нарықта онда көп адам болмай тұрған кезде сіз Инстаграмға бірінші болып дәлелдеуіңіз керек. Яғни өзіңіздің парақшаңызды жақсы жүргізу арқылы, мысалы қараңыз, қазір 10 адам тіркеліп бір тақырыпты жазатын болса, барлық қолданушыларға ол осы 10 аккаунтты көрсетеді. Ал енді 100 адам сол тақырыпты жазатын болса, онда барлық сол қолданушылар 10-ға емес 100-ге бөлінеді. Сондықтан 100-ге көбеймей тұрған кезде ең алғашқы 10-дықтың, 20-ның ішіне кіріп үлгеруіңіз керек. Осы сәтте сіздерден де айтуыңыз мүмкін, менің салам ешкімге қызық емес, немесе Инстаграмда ол туралы жазудың ешқандай бір мағынасы жоқ деген секілді. Дегенмен сіздерге айтайын, Инстаграм қазір кез келген, қандай да болмасын, тақырыптың барлығын жазуға болады. Және бұл бірінші тұрғыдан мүмкін сіз жаңағыдай бір өте тар бір тақырыпты жазатын болсаңыз, мүмкін білмеймін, жердің құрамын зерттеп, немесе тағы да бір сол жер туралы айтатын болсаңыз, мүмкін сізге бір миллиондаған подписчиктер жиналмаса да, бірақ сіз сол салада номері 1 болып, ең болмағанда 10 мың, 15 мың адам жинап, кейін жердің құрамын зерттейтін маман іздеген кезде қалай ойлайсыздар? Инстаграмда кім шығады? Әрине сіз шығады. Және сіз міндетті түрде Инстаграмнан біреу іздеп келмей тұрып, басқа бір мекемеге жұмысқа тұрыңыз келсе де, немесе бір грант ұту үшін, немесе тағысын, әртүрлі мақсатта өзіңіздің Инстаграм аккаунтыңызды портфолио ретінде қолдансаңыз болады. Сол себепті қазір жұмыс қиындамай тұрған кезде, нарық қатты көбеймей тұрған кезде, сіз әу бастан болып бірінші кіріп алғандарыңыз абзал. Жақсы жаңалықтардың бірі, қазақ тілді оқырмандар және тіркеліп жатқан қолданушылардың саны көп бола тұрғанымен, нағыз сапалы аккаунттардың саны өте аз. Мысалы, қандай да бір тақырыпты сіздерге айтсам, ол туралы жақсы жазатын маманның саны жоқтың қасы. Сондықтан сіз өз салаңызда номер 1 бола аласыз. Сол себепті дәл қазір Инстаграмды меңгеріп, ары қарай өзіңіздің жұмысыңызды бастап кетіңіз. Ал біз өз тұрғымызда сізге көмектесу үшін және де барлық ақпаратты жүйелендіріп, 14 күннің ішінде жеке брендке арналған Инстаграм курсында осының барлығын үйрететін боламыз. Сондықтан толығырақ білгіңіз келсе, біздің WhatsApp номерге жазыңыз, немесе дайректке, басқа хат түрінде де жазсаңыздар, біз сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламыз. Сондықтан да алдыңғы видеоларды немесе біздің курста көріскенше сау болыңыздар.